Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жайлы айтып беретін боламын. Мен бұл тақырыпты таңдаған себебім, биыл Әл-Фарабиге 1150 жылдық болды. Мына алдарыңызда қарап тұрғандарыңыз Әл-Фараби атындағы кітапхана және де Әл-Фараби центрі. Мен қазір Әл-Фараби центрінің ішіндемін. Мына алдарыңызда көріп тұрған Әл-Фарабидің мүсіні. Әл-Фараби 870-950 жылдар арасында өмір сүрген атақты математик, философ, музыка ғалымы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бірінші болып мемлекеттік аттестациядан өткен және барлық мамандықтар мен дәрежелер бойынша білім қызметін жасайды. Бүгінгі таңда университет құрамында 16 факультет, 67 кафедра, 32 ғылыми зерттеу институты мен орталықтар, технопарк қызмет атқарады. 2000-нан астам профессор, доктор, ғылыми кандидаты мен философия докторлары, 100-ден аса академиялардың академиктері, 40-тан аса Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, 40-қа жуық Қазақстан Республикасының мемлекеттік және атаулы сыйлығының лауреаттары, сондай-ақ 40 жас ғалымдар сыйлығының лауреаттары мен 47 мемлекеттік ғылыми стипендиялардың стипендиаттары еңбек етеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 1934 жылы 15 қаңтардан қалағаннан бастап еліміздің жоғары білім беру жүйесінің көркі болып саналады. Ол елімізде жоғары білім беруден бірінші орында, яғни көш бастап тұр. Ал бүкіл әлем бойынша ол 200 орынның ішіне кірді. Университеттің терең тарихы жайлы айта кетсек, 1937 жылы қыркүйекте 4 жылдық оқу жүйесін негізделген тұңғыш гуманитарлық шет тілдер факультеті ашылды. Бір жылдан кейін 20 студенті және құрамында орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі және француз тілі тәрізді 3 кафедра бар филиология факультеті ашылды. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанға КСР-ның еуропалық бөлігінен Мәскеу, Ленинград, Киев, Минск және тағы басқа ғылыми орталықтардан ірі ғылыми ұжымдар мен лабораториялар көшірілді. Бұл жылдары университетте КСР ғылым академиясы академиктері Иван Мешанинов, Николай Акулов, корреспондент мүшелері Валентин Догель, Антон Думанский, профессорлар Александр Михлин және тағы басқа көптеген ғалымдар еңбек ете бастады. Қазақ ұлттық университеттің қабырғасында Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Ермұхан Бекмаханұлы, Әлкей Марғұлан, Дмитрий Сокольский тәрізді аса көрнекті ғылым мен мәдениет қайраткерлері дәріс оқыды. Сіздермен болған номер 92-ші мамандандырылған лицейдің 9-шы А сынып оқушысы Бақтыбала Күнбике.